Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін біз 5 күн бойы дайындаған закваскамыздан нан дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға мұздай су құйып, соның үстіне закваскамызды граммен өлшеп салатын боламыз. Мен 75 грамдай саламын. Осыған салғаннан кейін осындай алып қолымызбен қатты мыжымай осылай саламыз. Қолымызға жабысып тұрса да осылай сала береміз. Енді осылай мен салып аламын да, содан кейін барып үстіне ұн салып мен жұмсақ қамыр илеймін. Қолымызға жабысып тұрса да жұмсақ қылып илейміз. Грамдарын астына жазып кетемін. Осылай мен үстіне тұз салып жатырмын. Тұзды осылай салған жақсы. Болмаса біздің қамырға қосатын болсақ, тұзымыз қамырдың көтерілуіне кедергі жасайды. Осылай істеп жатырмын. Енді менің дайын болған қамырым 40 минутқа қоямын. Біз 40 минуттан 4 рет істейтін боламыз. Сонда біздің қамырымыз арасы өте жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде видеоны мұқият қарап, сол арқылы істесеңіздер болады. Міне осылай көтеріп аламын. Дәл осылай 4 рет істейсіздер. Арасына 40 минуттан салып. Сонда ғана біздің қамырымыз, нанымыз ортасы жұмсақ болып шығады. Осылай көтереміз. Жаймен деп қатты сілкімейміз. Осыны қайттан пакет жауып, жылы жерге қоямын. Міндетті түрде 4 рет істеңіздер. 40 минут салып. Енді менің қамырым дайын. Мен осы қамырды екі бөлікке бөліп, домалақтап, 2 ыдысқа салып қойдым. Осылай 4 бұрыштап істейсіздер. Рулет сияқты істейсіздер. Одан кейін міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріп, дәл осылай істеңіздер. Сонда сіздердің нандарыңыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Осыны мен холодильникке 12-15 сағат салып қоямын. Менің қамырым 12-15 сағат тұрды. Енді осы майлықтан алып, мен противенге аударатын боламын. Осылай аударып, жаймендеп орналастырамыз. Осыны мен қызып тұрған пешке 220 градуста 50 минутта пісіріп алдым. Міндетті түрде пешіңізді 1 сағат бұрын қыздырып қойыңыздар. Осылай істейсіздер. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша істейсіздер ғой енді. Осылай болып шығады. Міне менің наным дайын болды. Өте жұмсақ. Үстін басқанда осындай өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жазып көріңіздер. Менің каналым ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде.